Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін Платоныста берілген тапсырмаға баға қоюды көрсетемін. Топты таңдап аласыз. Таңдап болғаннан кейін мына жерде предусмотрено выставление оценки деп соған нені қоясыздар, белгілейсіздер. Соны белгілеп болғаннан кейін текущая оценка деген бар. Соны қоясыздар и тексерген кезде былай болып шығып көреді. Тексерген кезде былай тексересіздер ғой. Аболи үстіне басасыздар. Настройка қойып браузера тапсырма мынау жіберген жауабы студенттің тексересіздер. Настройка қойып браузера тапсырмасын орындаған көрініп тұр. Олай орындау керек екен. Соны тексеріп барып баға қоясыздар. Выставление оценки деп тұр. Мына жерде мән беру керек. Дата выставления оценки журнал деген кезде сіз қай күні бердіңіз? 22 күні бердіңіз ба? 22 берсеңіз, сол күнге қою керек. Кейде мынандай жағдайлар болады. Мысалы 22-сінде береді. Мұғалім 23-інде, 24-інде тексерсе, 23-і, 24-і деп қойылып кетуі мүмкін. Соның үшін 22-сінде берген тапсырмаға выставить оценка деп бағасын қоясыздар. Сосын мынаған уақытына, күніне мән беру керек.